жас қосылды, ұзақ ғұмыр тілеп қуаныштан жүрек сөз таба алмай бүгін тосылды. Тілеймін тек бақыт жетелесін уақыт, алға қарай арман көшіңді. Сен туған күн, бұл мерекеміз. Кел қарсы алайық, ән салайық, кел екеуміз. Нұрға бөлеп күлкіңді, тағы жаңа күн туды. Билейік ойнап, өткізейік тойлап, ұмытылмас мәңгі бұл күнді. Базарлы баянды ең асыл аяулы, бірге біздер шырғайық әнді. Сен туған күн, бұл мерекеміз. Кел қарсы алайық, ән салайық, кел екеуміз. Сен туған күн, бұл мерекеміз. Кел қарсы алайық, ән салайық, кел Сен туған күн, бұл мерекеміз. Кел қарсы алайық, ән салайық, кел екеуміз. Сен туған күн, бұл мерекеміз. Кел қарсы алайық, ән салайық, кел екеуміз.
Рахмет. Таңдап талғап жылқы мінген, ат үстінде кірпі келген, ұлын нарға балаған, қызын арға балаған, дархандығын даласымен өлшеп, кеңдігін келіннен тапқан, иісі қазақтың игі жақсылар, ассалаумағалейкум, той құтты болсын деп бір шапалақ соғып қояйық жарайық. Баурайынан бақ кетпеген, байлауынан ат кетпеген, сабасынан сүт кетпеген, қойнауынан құт кетпеген. Тастай салған таяғы тамыр жайып тал боп өсетін, жатып алған жалғыз тоқтысы жамыраған мал боп өсетін, киелі әуелі Тараздың жерінде, албандардың елінде, Лейла мейрамханасының төрінде, ақ түйенің қарны жарылып, қуаныштың дабылы қағылып жатыр ағайын. Атап айтатын болсақ, дәл бүгінгі мерейлі 60 жасымен Серік көкемізді бір құттықтап қойсаңыздар болады ағайын. Той құтты болсын. Ал бүгінгі тойдың иелері мінекей Серік ағамыз, Салтанат әпкеміз, ұл қыздары жер ананың ақ тозаңын аспанға көтеріп, бәйге бермесе де, боз жусанға боз кілем төсеп, балпаң-балпаң басқан балуандар шақырып күрестірмесе де, 8 жасар серке тастап көкпар бермесе де, Құдайға шүкір, төбел биесін сойдырып төменгі елді шақыртып, жорға биесін сойдырып жоғарғы елді шақыртып, ұлан асыр той жасап жатыр ағайын. Би төгешінен ине суырған қуларда дәл мұндай той жасай алмай, монша суынан маржан сүзген әктілерде дәл мұндай той жасай алмайды. Қотыр қойынан қолбақтық жүн алып, жұмыртқадан жүн қырыққан пысықтардың өзі дәл осындай той өткізе алмайды. Мұндай думаны тарқамайтын тойды тек қана албандар жасайды деп бар болсақ, нар болсақ тағы шапалақ соғып қойып. Той қуанышымыз құтты болсын ардақты ағайындар. Ұрыста тұрыс жоқ, одан дұрыс жоқ дейді. Бүгінгі тойымызды ерекше бастағалы тұрған жайымыз бар. Арнайы 60 жастың иесі Серік көкемізді және де апасы Салтанат апасын қос немересі Бибінұр мен Нұрбибі бүгінгі тойды ерекше қылып басқаша бастайын деп тұр. Екі немересі атасы мен апасын әндетіп, сәндетіп ортаға алып шығайын деп тұрған жайы бар. Сіздерден керек тек қана қолдау болып тұр. Албандарды тойы құтты болсын дегендер орнымызда тұрып, шапалақты ұрып, мойнымызды бұрып, зор қошемет қылып, бүгінгі той иелерін арнайы ән шашумен, Бибінұр мен Нұрбибінің әнімен қарсы алайық әнеге. Той құтты болсын. Аташы бана болған
Рахмет. Естелікке суретке түсіп аламыз. Қадірлаған жайғасуға рұқсат, отырайық, орнығайық, ақ дастархан басынан табылайық. Өзіміздің отбасы деген сурет болса бар екен, жақын тұрыңыздар. Кетпеңіздер. Рахмет, көкеміздің бүгінгі мерейлі 60 жасы шын жүректен құтты болсын, ардақты ағайындар. Шын жүректен құтты болсын дегенде бір шапалақ соғып қошемет көрсетіп қояйық ағайындар. Рахмет, той иелеріне рұқсат ардақты әулетіміздің үлкендерін шақырайық, ортаға келсін, ақ батасын берсін, тойымызды бастап берсін деп, Алтынбек көкемізді, Қанарбек көкемізді, жасы үлкен әулеттің ағаларын ортаға шақырайық. Той құтты болсын, әреке. Рахмет, ағаларда қағайын бір сәт ағажығы абыр-сабырды басып бізге назар салып қойыңыздар. Себебі біз қазақ батасыз дастарханға қол жүгіртпеген еліміз, бекзада халықпыз. Сондықтан тойымызды ашып берген тұрған, ат сүрініп болғанша ақы ойлап табатын, өгізді соғым қылмайтын, арбаны отын қылмайтын, көкірегінің көзі бар, көпке айтатын сөзі бар, әулет үлкендер ортамызда. Осы кісілердің бата тілегімен тойымызды ашып деп жариялайық. Той құтты болсын көңілдер. Бастап беріңіздер. Ассалаумағалейкум. Бүгін тойға жиналған көпшілік, ағайын, туыс, бауырлар, құда жекжат достар. Аллаға шүкір, бүгін серікке боламыз, салтанатты болсын міне. Серік міне 60 жасқа толып міне 60 түйді қойды. Алланың қалауымен, бүкіл немере өзен міне. Алла тағала осы күнге шүкір. Едей мына 60 жасы құтты болсын. Бәріқтарыңызға серікті салтанат сыйлап беріп бәріқтарыңызға рахмет. Құдайым ауылдасын, еш жамандық болмасын, қыдыры болсын, жолдасын. Құдайым бақ берсін, өмірі жоқ, жас берсін, құда жүрген қыдыры үйлеріне әпкелсін. Дастархандарың шүлік болсын, үйлерің дүбірлі болсын, өмірлерің қажан ғұмырлы болсын. Емелі шөпшек сүйді, Алла тағала нәсіп етсін, той тойға болса берсін, аумин. Рахмет, бата тілегін қабыл болсын көкелер. Бағыңыз тілегіңіз айтып ашып беріңіз сізге. Бисмиллахиррахманиррахим. Көпшілік қауым жиналған базарыңыз құтты болсын. Дастархандарыңыз кең болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Осы тойды аман есен өткізуге нәсіп етсін. Тойдан тойға жетуге нәсіп етсін. Дастарханнан алып ішіп жеп, ойнап күліп отыруға рұқсат сіздерге. Ашық деп сіздерге жариялаймын. Шапалақ қошеметтері болсын ардақтағы. Тойымызда әулеттің үлкендер батасын беріп тілегін айтып ашып жатыр. Аттан құласақ та, саттан құламаған халықпыз. Көкелеріміздің еріне шапан жауып, алтын бастарыңыз төрден табылсын деп сұраймыз. Қошеметтеріңізді айтпаңыздар. Той барышымыз құтты болсын. Ал, ардақты ағайын, жалпы бүгінгі адал дастарханымыз, халал тойымызға тағы да қош келдіңіздер. Біз қазақ басы барды иілткен, тізесі барды бүгілткен, бүркеніш жерге бүркіт салмаған, тастақты жерге тазы жүгіртпеген, шайтанның шайымен де, шошқаның майымен де шатағы болмай, кең далада керіліп қымыз ішіп, кекіріп қазы жеген бекзада халықтың ұрпағымыз. Бүгінгі адал дастарханымызда сол тазалығымыздың куәсі деп біліңіздер. Осындай керемет адал дастарханда айтылған ақ тілек ниеттеріміз қабыл болсын. Мынау бүгінгі атамыздың өмір жасы ұзақ болсын деп тілейміз ардақты ағайын. Бүгінгі тойымызды керемет ән шашуымен
ашып бастап беретін алтын асықтай айтыскер ақын Әсет Дүйсебай ұлдарыңызда осы тойдан төбе көрсетіп отыр. Балқынбек Имаш, Айнұр Тұрсынбаева, Жандарбек Бұлғақовтар мен үзеңгі қақыстырма айтысып жүрген Жамбылдың жалпы иісі қазақтың мақтанышы Әсеттің тамаша ән болсын. Қолдап отырайық. Рахмет. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қуаныш құтты болсын. Алла тағала ұзағынан сүйіндірсін. Жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек, жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек дейді. Азамат ұлдарыңыздың досы едім, той қаласын. Көрт көзіміз түгел, басымыз аман, бауырымыз бүтін. Әтеміздің 100 жасында осы мейрамханада бас қосайық ағайындар. Той қаласын, кеткі. Бұл емес. Қобыз кеудеміздің түбінде қонақтап жатқан қарлығаш тілектерге қанат қақтырып бастайды. Алақандай жүрекке алатаудай тірек ниетін сыйдырып келген, мың жылдыққа септескен, құйрық бауыр ет жескен, берекеліске беттескен, ол қызы үшін от кешкен,
Құдайға шүкір, сілтесе семсер, қорғанса қалқан болатын, парызын пашқысымен, борышын бөшкесімен өтеген осы әулеттің естемес, алдыңғы сарысүйек көз көрген құдағилары бар, Аллаға шүкір. Сол кісілерді жалпы барлық осы әулеттің құдаларын ешкімнің атын атамаймыз, есімін естіртпейміз. Құдалар дегенде осы әулетке кім құда, соның бәрі ортаға шығады. Бүгінгі тойдың спискісі де ерекше, сондықтан атымыз аталмады ғой, есіміміз естілмеді ғой деп орнында қалып кетпеңіздер. Жаппай осы әулеттің құда-құдағилары, алыс жақыннан келген барша құдалар ортаға билеп келді. Той құтты болсын. Жібер. Ал ардақтағы бір сәт назар салып қояйық, суретке түсіріп жатқан, суретке түсіп жатқан ағайындар, қане естелікті орындап болсақ, біздің құдалардың да тілегін ескеріңіздер. Дастарханға отырайық, суретке асықпай түсейік, қадірлі ағайын. Би болып жатқанда түсейік суретке. Сондықтан да у-жуды басып, ортаға шыққан жаппай, жасы үлкен ата-бабаларымыз бастаған ортаға келіп тұрған құда-құдағиларымыздан тілек ниет алайық. Той қуанышымыз құтты болсын, алтын бастарыңыз аман болсын. Бүгінгі мерей тойға қуанышқа бөліспеген қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Ал жасы үлкен ақсақал құдалардан, апалардан, үлкен құдағилардан бастайық деп тұрмыз. Ата келіңіз, той құтты болсын. Ал сәкен 60 жасқа толған құтты болсын. 100 жаса тойда балаларын жасып беріп отырған той құтты болсын. Немерелерің аман болсын, бәрі ағайын туысқан бәрі аман болсын. Құда атаға шапалақ бар ма ағайын? Құда атаға. Дәл солай кішкене ағы жағында басып үлкендеріміздің тілегін тыңдап отырайық. Той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Әрмен қарай жалғайық аға. Ақсақал, Құдеке, ата келіңіз. Ассалаумағалейкум қалайық. Сәлемден тойларыңыз тойласын, өмірлеріңіз ұзақ болсын. Осындай үлкен той жасап жатқандарыңызға, қадам жасап жатқандарыңызға өмір болсын, өмірлеріңіз ұзақ болсын. Шапалақ аталарға қошемет көрсетіп отырайық, ниет қабыл болсын. Ал, мына жүзінің әрі бар, шашының ағы бар, бетінің ары бар, сөзінің әрі бар, қарияларға жақын бол, оларда бәрі бар дейді. Мұнда тұрған ақжауып әжелерімізді көріп бір марқайып тұрмыз ағылықта қайындар. Өйткені әрбір сөзі бұлақ болған, табанының асты жұмақ болған апалар әжелер тілек айтқанда бір ауыздан барлығымыз ауыз біршілігіміз танып тілек тыңдайық. Шын туайтына келгенде бұл әжелеріміз шалбар кимеген, шашын түймеген, татуаж жасап қасын боямаған, қасын қырмаған, шашын жұлмаған, кірпігін ұзартпаған, ерінін қызартпаған, бұрымын кеспеген, мұрынын теспеген, орамалын шешпеген 20 ғасырдың сұлу қыздарынан неужели шапалақ алмайсыздар ағайындар? Одан қойыңыздар, апалар аман болсын, той құтты болсын, әже келіңіздер.
тойға келіп отқан қауым. Той барлығымызға бірдей. Міне серік құдамыз 60 жасқа толып жатыр. Жасына жас қоса берсін, денсаулығы зор болсын, бала шағасының алдында ойнап күліп жүре берсін, аспаны ашық болып. Бала шағасын немересін, шөбересін, біз қап шөбересіне жетіп, шөберелерін сүйсін, бала шағасының қылышықтарын бәрін көріп, жүре берсін, не дейін, жасына жас болсын. Мына жұбайымен екеуі қоса қалсын, бірге жүріп, бірге тұрсын. Тек қана арнады, не қылатын сөзім осы менің. Не дейін, барлықтарыңыздың да осындай тойларыңыз бола берсін, қауым. Осындай тойларға ұласа беріңіздер, барлықтарыңызда осындай қызықсыз бола берсін, аспандарыңыз ашық болып, қай уақытта болғанда да денсаулықтарыңыз зор болсын, Құдай басқа табиғаттан Құдай сақтасын, барлықтарыңыз дендеріңіз сау болып, осы тойды әдемілеп атқарып салайық. Рахмет, апаңыздың тілегі қабыл болсын. Әжеміз жанында бөліп жармай, апа, жүрек жағын негізіміз айтыңыз. Салтанатына бүгінгі туған күндер құтты болсын, тойларында құтты болсын, аспанымыз ашық болсын, заманымыз тыныш болсын. Осы балалардың арқасында той тойлап, немере көрдім енді, шөбере шөпшек көріп екеуі қол ұстасып бір жастықта қартайыңдар. Әрдайым осындай жақсылыққа келейік, тойға келейік, аспанымыз ашық болсын, еліміз тыныш, халқымыз тоқ болсын. Тек қана Алла денсаулық берсін, осындай той бола берсін. Сапалап қошымен рахмет. Мінекей үлкен апаларымыз, құдағиларымыз деген жол жөнімен жалғайықта. Құдағилар келіңіздер. Құдеге 60 жас туғаныңыз құтты болсын. Ол жасыңыз Алланың берген жасын жасай беріңіз. Немере сүйдіңіз, енді шөбере сүйіңіз, Құда қаласа, Құдаға екеуіңіз. Той қаласын. Туған күндеріңіз болсын, дендеріңіз сау болсын, аспанның ашық, заманымыз тыныш болсын, той-тойға ұлассын. Денсаулық үшін алдарыңызды, сусындарыңызды алып отырыңыз. Қайырлы кеш, той шолпағым, тойларыңыз құтты болсын. Құда бүгінгі құтты болсын, 60 деген жасыңыз. Әрқашанда өрлей берсін тасыңыз. Бала шаға қызығына бөленіп, Құдағы екеуіңіз әрқашанда күліп ойнап жүре беріңіздер. Той құтты болсын. Өмір осы жақындар алыстағы, жақыныңда болары алыстауы. Не жетеді пендеге адалдықпен, көңіліңді кірлетпей табысқаны. Бұл тәнеге қашанда өмір қымбат, адалдық, сенім қымбат. Байлығыңнан бәрінен де көңіл қымбат, сыйластық қымбат демекпін. Сонау Жаркент қаласынан келдік, Ләззат Құдағы екеуміз. Сол Жаркент қаласы меніна Тараздың екі ортасы алтын көпір болып, осылай жақсылыққа тойға келейік. Тойларыңыз құтты болсын. Жаркенттен Құдағы екеуміздің алып келген той шашуымыз бар еді. Сол Құданың құрдастарына берейік дегенбіз. Шапалақ қошының құрдастар болмайсыздар ма қатты-қатты? Жаркенттен сіздерге той шашу алып келіп отыр. Ай жандарым, 65-тер қайда? Ау! Алсатылар да бар ғой, 66-65-тер жан. Шатасы барын қояр. Той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Ау, құдағилар жалғайық, келіңіздер. Тойларыңыз құтты болсын. Бала шағаңыз құтты жүре беріңіздер. Құрметті қонақтар, осыған деймісіздер. Осы тойға құтты болсын бәрдеріне. Денсаулық тілеймін, ауырмаңдар. Немере шөпшек сүйіп жүре беріңіздер. Той тойлық болсын. Осы кішкене сыйлығымыз бар, ұсақ дініз берді. Тойға жиналған аман есен сіздерге. Біз сонау Қонайыптың жерінен келіп отырмыз. Серікқұда бүгінгі 60 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Кемпіріңіз бен екеуіңіз бір жаста тең қартайып ақсақалды сартысты болыңыздар.
неменені қолынан майқалаңыздар. Алла соған жеткізсін, Алланың берген жасын жасаңыз. Әлі де осындай той болсын. Рахметli қабыл болсын. Келіңіздер, құдағилар. Аха. Туғаныңыз құтты болсын, барлық армандарыңыз орындалсын. Осындай айтылған жақсылықтар орындала берсін. Рахмет. Құдағи келіңіз. Құрметті тойға жиналған қауым, Құда бүгінгі 60 жас мерейтойыңыз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Осы балалардың қызығын Құдағи екеуіңіз көре беріңіздер, немере сүйбатсыздар, Құдай қаласа шөбере сүйге жассын Алла. Бір жастықта қартайыңыздар, 100 жасаңыз Құда. Рахмет, құдағиларға, құдаларға қол соғып отырайық, ардақты тілек ниетіңіз қабыл болсын. Осы тойымыздағы ең қадірлі ардақты қонақтарымыз қойыңыз, құдалар. Қосыламыз дейді қалған. Bir ауыздан ба? Айтатындар бар ма? Bir ауыздан қосыламыз деп тұр. Жан жинаған дос болмайды, ардақты ағайындар. Мына тілек айту ғана емес, ортаға шығып, төбе көрсетудің өзінде үлкен құрмет, үлкен қошемет деп білеміз. Қалған тілек айтатын қауымға да дәл осы сіздердің тілектеріңіз, ниеттеріңіз үлгі болсын. Біреуміз сөйлесек, қалғанымыз қосылып билейік. Той қуанышымызды Құдай ұзағынан сүйіндірсін. Мына бүгінгі көкеміздің 60 жасы құтты болсын. Мінекей Жаркенттен той шашу алып келіп жатқан Құдағиға бір шапалақ соғып қойыңыздар. Ал, жақын тұрып естелікке суретке түсіп алайық бірінші. Той анасын асықпай табыс етеміз. Жақын тұрыңыздар ғанеке, жақын тұрыңыздар. Қазғатар, той иелерін ортаға алып көбейет, қайғыны бөліссең азаят, бағалай білмегенге бақ қонбай, қуана білмегенге құт қонбайды дейді. Қуанышымыз ортаймасын, албандар өлілгенше той тойласын. Мен мақалым бітетін болдым, қаяқта жүрсін түсірсейді.
керемет ән жағы болсын. Айжан ән айтқанда бұлбұлдың өзі ұялып ұясына кіріп кетеді. Bir қошемет көрсетіп қойыңыздар. Той құтты болсын. Айжан ән айтқанда. Ayjanға да бір шабылық ардақтар ағайындар. Мерейтойларыңыз, қуаныштарыңыз құтты болсын. Олай болса ардақтар ағайындар, тойдағы барша тойшыл қауым бір сәтке бізге назар салсаңыздар. Бұрышқа көз жүгіртіп қойсаңыздар, Құдайға шүкір, бүгінгі тойға той иелері сіздер келеді деп таудай үйіп сыйлықты подарок дайындап қойды. Сондықтан қазір сіздермен бірден ойынды бастап кеткеніміз ыңғайсыз болар дегенмен бүгінгі тойда көңіл күйді анықтау үшін сіздермен бірге осы тойымыздағы ең көңілді қонақтарға ең мықты сыйлықтарды табыс еткімізге болады. Маған сыйлық беріп тұрсаңыздар болды, күшті сыйлықтар. Мен қазір сұрайын ардақтағайын сіздерге.
Серік көкемнің тойындағы көңіл-күй қалай деп, сол кезде қай стол қатты шапалақ ұрып, орнынан тұрып кетіп, ысқырып айғайлап, позитивно болады, активный болады, сол столға бір подарок тамадан алынған. Сондықтан дайын болыңыздар, 3 дегенде бастаймыз. Бүгінгі Серік көкеміздің тойындағы көңіл-күй қалай ағайынға көрсетейікші. Рахмет. Молодец. Бұл стол құрдастар ғой, ә? Құрдастар 65-тер ма? 66-тар ма? 65 пен 66-тар ең активный стол ретінде танылып отыр. Сыйлықтарыңыз құтты болсын. Бір шапалақ соғып көрсетіп қойыңыз. Сыйлығымыз тоқтаған жоқ. Бұдан да мықты сыйлық ойнатамын қазір. Сондықтан бұл кісілерден де озып кетуге тырысыңыздар. Жаңа ең мықты сыйлықты дайындап қойыңызшы. Ал көкемнің тойындағы көңіл-күйлеріміз қалай ағайын өтейікші? Рахмет. Подарок в студию. Көзге көрінеді, көрсетіп бесіп айналайын алды. Көрсетейікші ғанеке, көңіл-күй! Подароктеріңіз тоқты болсын. Үшінші актив, соңғы активный столдың сыйлығы осымен аяқталады. Назар салыңыздар. Қаттырақ жұндасқан түрде айғайлап, қол соғып, ысқырып, белсенділік танытайық. Көкемнің тойындағы көңіл-күй қандай ағайын? Мен таптым аға. Арғы түкпірде отырса да дауыстарын шығарып бізге жеткен құдаларыма Çanlarım, davustlarımızdan sizler. Şapalak soğuk kudalarıma koşumet koşup koyunuzlar. Sevgiler sizlerle. Rahmet al. Көрермендердің сұрауы бойынша тағы да бір активный столды анықтайықшы деп отыр. Сондықтан тағы да бір көріңіздер. Көкемнің тойындағы соңғы рет көңіл-күй қалай? Болмай қалды көңіл-күйлеріміз. Қайттан сұрайық қазір ал. Көкемнің тойындағы көңіл-күй қалай? Молодец. Молодец, сил алып келген. Ой, бұл тапа кетті не бар біздің? Плед, ба? Ұйықтататын сыйлық сіздерге. Плед. Әпкеліңіз. Мынаны бір досым, подружкаңызға беріп қойыңыз аға. Ал, сессия батымыз құтты болсын. Дәл осындай көңіл күйде отырайық ардақтағай. Бізде сыйлық Құдайға шүкір жетеді. Бүгінгі тойда бір емес, бірнеше ойындар болады. Сондықтан сол ойындардың шет жағасын сетінетіп бастап кетсек, осы тойдағы ерекше адамдарға сыйлық береміз деп шештік. Сондықтан қай столда отырса да, ортаға келіп сыйлығын алып кетуге болады. Бүгінгі 60 жас мерейтойдағы ерекше адам номер 1 осы тойдағы ең бойы ұзын қонаққа бір сыйлық. Бойы ұзын, сұңғақ бойлы, сұңғылау бойлы бар ма? Ұзын жігіт бар ма? Қызы. Тегіз көрдік жаңа көкемін. Адамнан ұзын адам жоқ шығар. Шапада ұрып қоймайсыздар, стол қайда, стол. Қошамет. Кел, жібер анаңыздықты. Келіңіз. Көке, атыңыз кім? Садығұл. Садығұл көкеміз. Кімді көреміз? Жездесі Садығұл көкеміз. Ол кісімен тегас етуге келе жатқан. Ассаламалейкум, атыңыз? Кім? Талғал. Көкем, жақын тұрыңыз, кім бойызын екен көрейік. Жаңағы бір әчкесі болып қалдыңыз. Келген кісіні құралаған. Ой, көбейді ғой. Бәрі-бір ана кісіге жете алмай жатсыз. Кеңші көке, бой көрсетіңіз. Ұзын болып қалатын шығарсыз.
Жақын тұрыңыз. Мына көкемнің қасына тұрыңыз. Siz bәрібір патологсыз көкем. Жездесіне бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Түр не дейді, тағына бармасыңдар. Бойға жармай қалған біз ғана ма сонда? Мен башу. Келіңіз көкем, сізге де подаркы бар. Подаркы жетеді бүгін. Келіңіз, береміз аға. Көкем, жылдам жүрсеңіз, бойының ұзындығынан даже жылдам жүре алмайды бұнда кісілер аға. Ориентир сақтай алмайды өйдім. Ал, сыйлықты кезек-кезек. Мына дәу сыйлықты кімге береміз? Құдағайсың. Құдеке, құда болғаныңыз үшін сізге рахмет. Беріңіз. Кімге? Алла берсен көкеш. Үлкен құдаға беріңіз аға. Екінші құдаға аға. Құдеке алыңыз. Құдеке құтты болсын аға. Жұмыртқа болып еседі аға. Осыны простой қырма. Сіздерге майда-шүйде сыйлық беріп қоямыз аға. Көкеме ойыншық беріп қойып келесіңіз. Кішкене аға. Алыңыз аға. Ал! Бойы ұзын жігіттерге бір шапалақ ұрасыздар ма? Рахмет, ал қазір бәріне жеткіземіз. Ал, келесі номинация осы тойдағы ең бойы аласа, қортық менден басқа. Кім бар? Жаным көкеміз. Келіңіз, билеп-келіңізші көкеміз. Музыка ғана. Музыка. Шапалақ, шапалақ. Көке атыңыз кім? Береке көкеміз. Мына сізге сыйлық беріп жіберді. Ол мен сізді шаштарға мапты ғой көке, иә? Бірақ енді сонда да бір керегіңізге жаратарсыз, иә? Бір жаурағанда жылды баласы ғой көке. Көкеме бір шапалақ бар ма? Бойы ұзын болса да, қысқа болса да, бөліп жармай ұрындықтар біз сияқты адамдар. Билет бар көке, жаңағыдай көңіл күймен. Кәне, жібер, музыка. Отырыңыз көке. Көке қойыңыз еді көке. Алып кеттіңіз ғой, жаңа қанағат қылмайсыз ба? Ал, келесі номинация осы тойдағы ең семіз адам. Мықты бар. Семіз адам бар ма? Бір балалы ғой, семіздігі көрініп тұрады семіз адамдарға. Көке. Андай күліп. Шықпайсыздар? Ой, мен тяжело вестер келеді ғой, шапалақ ұрып қоймайсыздар ма? Қошамен көрсетіп қойыңыздар. Құлағым, музыкамен қой, су қойып бермейсің, музыкамен. Ойба, шапалақ құлағыға! Ойба! Бұнда кісілер көп билет қинамау керек. Атыңыз? Айнұр. Айнұр ханымға қошаметті аямаңыздар. Айнұр ханымнан асып кетер деген біреу бар ма? Тек астете бау дейтін. Көке сіз қазір қой отырыңыз. Ойба, арақсыз ұстап қалыңыздар. Ұят болып қалады қазір. Әпке жайғаса берсеңіз болады. Дастархан басына барып отырыңыз. Ал, келесі номинацияға сіз кеп қаласыз қазір кішкене. Келесі номинация тізесіне соғысып жүрген. Жүдеу, самый арық адам бар ма? Арық. Подаркы бар құдайға шүкір. Подаркы жетеді. Арық. Кесеңші көке. Арықпын дейтін адам жоқ па сонда? Келе жатырмын, аға. Шықпаған адамдар өздерден көрсін. Біз айттық. Осы атыңызды айтып қойыңыз. Алтын құдағи құдаша.
балдызы болады. Балдызы. Аха. Алтын балдызы. Бұл кісіден арқада болу керек еді ғой, негізі жоқ па? Бар, просто шықпай отыр ма? Ай, семіздер де шығып жатыр ғой. Кім бар? Жоқ болды. Без бой. Алтын балдызына бір шапалақ соғып қойыңдар. Самый арық деп қойын, самый фигурный балдызына сыйлық болсын. Рахмет. Сіз арықтың деп ойлайсыз ба өзіңізді? Атыңыз? Жансұлу арық па? Мейлі, просто бос киім киіп алам арықпын дейді. Подарка берейік, янша, бергіші подарка. Подарка алу үшін келеді ғой адамдар, сыйлық алу үшін келеді аға. Мына сыйлықты алыңыз, бұдан бұлай ондай қателік жасамаңыз әпке сіз аға. Бір шапалақ соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Келесі номинация, ешкім жанын қинамаймыз, ұялмай шыға беруге болады номинация осы тойда. Ең алыстан келген қонаққа подарка. Алыстан келген қонаққа. Келіңіздер, отаға билеп шығыңыздар. Жөйт. Ал кім қайдан келді танысып отырайық, білісіп отырайық. Көкемнен бастайық. Көке қайдан келдік? Түркістан. Киелі Түркістаннан келдік дейді. Рахмет. Сіз қайдан келдіңіз? Балқаш көлінің жағасынан. Балқаш көлінің жағасынан келді. Сәл арыға келдік. Сіз? Жаркенттен келді. Не отырыс ұрмайсыздар ма? Алыстан келіп жатыр сіздер үшін шапалақ. Соның жағына құрдастарға той шашулап келген атыңыз кім? Гүлзира. Қайдан келдік? Қорғас шекарасы, Қытай Ой! Атамекен ауылы. Шапалақ қайда? Атамекеннен келіп тұр. Шекарадан келіп тұр. Сіз қайдан келдіңіз? Мен Қырғызстаннан келдім. Қырғызстан арғы беттен бергі бетке өтіп келдім. Кішкене Бишкек деп алыстатып қойып жатыр, таластан келген сияқты мынау. Мен сенбей тұрмын мен. Әзілдеп жатырмын. Арнайы осы тойды көкемді сыйлап, құрметтеп, қаншама шақырып артқа тастап келген біздің қадірлі қонақтарға ду-қол шапалақ. Бірдей солайшы қатты. Ал, подаркаларыңыз құтты болсын, өздеріңіз беріп шығыңыздар. Кім қаяқтан келді соған. Километріне байланысты бересіздер ғой. Жақыннан келгендерге ойыншық пистолет бере салсаңдар да болады. Сыйлықтарыңыз құтты болсын, берекелі болсын. Рахмет. Мен ырза болдым. Құрдастарға той шашуақ келген кісіге тағы да құрдастар шапалақ қошеметтеп қоямыздар. Ал, билеп бар жайғасыңыздар, сыйлықтарыңыз құтты болсын. Алыстан келген қонақтарымызға қошемет көрсетіп қоямыз. Рахмет. Ал подарканың жартысын тарап тастады. Енді қалған ойын сауықтарға арналайын деп тұр. Бұл әрине сіздер үшін, бүгін тойға келген қонақтарды ынталандыру үшін жай ғана ұсынып жатқан сыйлықтарымыз деп қабылдаңыздар. Енді біз тілекті жалғайық, сіздер регламентті бүгін тойдың программасын жақсы түсіндіңіздер деп ойлаймын. Барлық құдалар дегенде барлық құдалар шықтық. Қазір ортаға барлық нағашылар шығады. Сосын үшінші тосқа әулеттің үлкен кіші жаппай бүкіл әулет шығады. Төртінші тосқа кластастар, бесінші тосқа көршілер және алтыншы тосқа бала-шаға өксін тілек айтайын деп тұрмын. Сондықтан ортаға жиеннің тойы деп арнайы қуанып келіп отырған бір топ нағашылар қауымын шақырайын деп тұрмыз. Нағашы жақсы қандайды, үзілген жер жалғайды дейді біздің қазақ. Рұқсат болса, ортамызға нағашылар қауым билеп келсін деп отырмыз. Той қуанышымыз құтты болсын.
осы қуанышты бөлісіп отқан барша нағашылар қауымы ортамызға келіңіздер, тойдың көркін кіргізіңіздер. Жібер! Балуан шолақты болған нағашылар, ақан серіге құлауған керді құлын күнінде сыйға тартқан нағашылар, Абылай ханның өзін ақ тезге көтеріп хан сайнаған нағашылар дейді. Той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Нағашылардың үлкендері сөйлеп, кішілері қосылып, артынан тамаша биінен жалғай. Келіңіздер. Рахмет, ассалаумағалейкум тағайын көпшілік. Бұл жерде ең үлкен сөзді біздің әкеміздің қарындасы апамыз Тәжбүл апам. Бүгінгі тойға жиналған көпшілік осы той ортақтарды ойдан адам келмейді. Бәрімізге той осы құтты болсын. Айналайын серік салтанат. Серік салтанат. Тойларың құтты болсын. Серік әңгімен алпыс жасқа өзіңнен еңгін көт қартаясын еді ғой сендерде алпыс жасқа деп біздің артымызда кеп қапсындар айналайындар. Құтты болсын тойлар. Ендегі сау болсын. Салтанат күйеуің қазақтайдағы жандарының тек-жақтарын көзін деп. Ақысты сатысты етіп ал болыңдар, өз шүбірлі болыңдар. Немерелі шүбірлі болыңдар, балалардың ортасында бақытты өмір сүре беріңдер. Ендегі сау болсын барсыздар. Аман болыңдар. Той қойға тойларын. Мынау ең жаман күндер осындай болсын. Аман болыңдар. Рахмет әкім. Ал енді біздің нағашыларымыз бұл жерде. Нағашыларымыз білейік. Зина. Мерейтой құтты болсын, дені сау болсын, өмір жасын ұзақ болсын. Осы балалардың рахатын салтанатын өре беріңдер. Балалар бақытты болсын, өздері солардың ортасында өмірлі шүбірлі болып, немере шөбері сүйе беріңдер. Тек жақсылыққа тойға тілеймін. Тойға келген үшін қалды. Сер. Мынау жасап жатқан тойлар болсын. Өмір жасын ұзақ болсын, алпыс жас. Салтанат ете болған немере көріп шөбере шөпшек көре беріңдер. Тойын тойға айтса берсін. Айтыңыздар, жалғаңыздар. Ой, рахмет, бәрекелді ағаңыздар. Рахмет. Мынау енді серік салтанат. Салтанат қарындасым серік күйеу болам мені 60-қа талпыс дейді ғой, 60-қа жетіп қапты мені. Аллаға шүкір осығанда. Сатышқа екеуінің мынау өсімі бол қыздар қызығын көріңдер. 60-тың тағы бір екеуін жасап бастаңдар. Немерелерім бар, 3 жастың қолынан май жалап,
Rahmet barlarınıza sevgi zaman sedat bergen. Xuda bilan turgan do'stlar. Dasturxon tek qilib qo'yib qo'yaysin. Har qachoningizga vaqtli, quvonchli, qadrli sog'lik bo'lsin. Rahmet sizlarga. Hürmetli köpçüler, toyga жиналган ағайын туыс, жекжат бауырлар, құдалар, алыстан келіп жатқан құдалар мынау. Адамдарыңызға гүл бітсін. Бүгін мынау Серік деген отбасында үлкен той болып жатыр мен сіңлімнің отбасында. 60 жасқа келіп қапты бұл кісілерде. Міне бүгінгі осы тойға барлығымыз ортақпыз. Серік 60 жасың құтты болсын, денің сау болсын. Салтанат екеуің өсіріп отырған ұл-қыздарыңның тек қана жақсылығын көріңдер. Мені немереден кейін шөбере, шөбереден кейін шөпшек дейміндер. Осындай жекжат туыстарың көп болсын. Барлықтарыңыз жолдастарыңызға тек қана той болсын. Жегендеріңіз қой болсын. Barige, almışlar olsun. Doğru büyük olsun. Akademinin projesi kapı düzgün düzgün. Neyleri şöyle ne var koydu. Onca aytmadı koydu. Neyleri şöyle olunca. Maydalarda kendileri sağ olsun. Her vakti anladık, kendini sağ olsun, buna oturmaz. Tura o için Kur'an'da deriz. Başka deriz. Bizde sokağa girdeki kuvaşlarımız bölüsün yakınız. Kuvaşlarımız bölüsün. Başka alkışlarınızı kutlu olsun. Her vakti Rahmet ko'payam. To'yib bo'lsin, nazar solaylik. Al sana sen yapışak berdiğin usta olsun sen. Ömür jası zaq olsun diye. Tağır jasız jasa. Uzun vakat vatandı köyünden yemeğinin söğürüsü sözünü. Osuzak kızının yetişsin. Rahmet tağılan tilek aytadilar barma kelingizler. Ağzımızdan jarlaylik. Qalganimiz qo'zlaylik. Әпкем екеуіміз бір жастықта қартайып, осы бала-шағаларымыздың немерелеріміздің тікшілін көріп, алдында өстіп әдемі жүре беріңіздер. Бәріңізге денсаулық тілеймін, аман болыңыздар. Тойда кездесейік, әрқашанда той болсын. Bir-екеуміз сөйлеп қалғанымыз қосылар екен, келіңіздер. Özümün kızım, adamın kızı kızım. Rahmet bo'ldi mu? Qalganimiz bir og'izdan qo'shilamız dedi, rost pa? To'y qutlu bo'lsin. Bosh jengimiz аяқтап bersin dedi. Ал қымбатты тойға жиналған көпшілік той құтты болсын, той деп келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Серік мынау 2-30 жасың құтты болсын бүгінгі. Жасыңа жас қосыла берсін. Салтанат екеуің бір жаста қартайыңдар. Немере көрдіңдер ғой енді Алла шөберенің қолынан май жығылуға нәсіп етсін. Мына өсіріп отқан ұлдарыңның, қыздарыңның қызығын көре беріңдер. Той дастарханында жүздесуге Алла нәсіп етсін. Енді бүгінгі тойдан естелік ретінде біздің әкелген сый сияпатымыз бар еді. Алтын сақина салтанатқа күйеу балаға шақырды. Музыка қайда? Ал енді сонымен қатар біз тойға анау алыстан ат
Актердетке болған құдаларға, Жаркенттен келген, Маханастан келген, Шайқорықтан келген, және байырғы құдалар, осы Тараздың төңірегіндегі құдаларға арнайы той шашуымыз бар. Соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Ал арнайы той шашуымен келген қонақтарға бір шапалақ соғып қошемет көрсетіп қояйық. Құдаларға мінекей той шашуын ұсынып жатыр. Музыка болсын қанеке, музыка. Музыка. Естелікке сөріп кетсе болады. Тойдан қайтып той.